Баршаңызға сәлем достар. Балықты қалай қуырып жүрсіздер? Бүгін сіздерге ерекше дәмді болып шығатын әдіспен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Оның үстіне тұзымызды және жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Енді осы жұмыртқалы массамызға біз үстінен ұнымызды аз-аздан қосып отырып кляр жасап аламыз, яғни қаймақтар іздес осындай масса шығады. Енді бұл жерде бір қосатын қоспам менің майонезді не үшін қосамын? Жұмсақ, өте нәзік болып шығу үшін клярымыз. Сондықтан да майонез қосамын мен. Және де балыққа арналған осындай дәмдеуіш базарлардан андай грамдап алсаңыздар, мынаның дәмі өте хош иісті және дәмді болып шығады пакетчиктегі дәмдеуіштерге қарағанда. Осылай жақсылап араластырып аламыз да, балықтарымызды салып, негізінде жарты сағатқа қалдырып қойсаңыздар тіпті керемет сіңіп тұрады. Жоқ уақытым жоқ дейтін болсаңыздар, бірден қуыра беруге де болады. Балықтарымызды осылай барлығын салып, жақсылап араластырып, майымыз қызғанша осылай тұратын болады. Орташа отта майымыз қызды, енді салып қуыра берсек болады. Достар, менің арнамда балықтан жасалған түрлі рецепттерді таба аласыздар. Балықтан сорпа да жасап көрдім, балықтың қуыру әдісі де әртүрлі жаңағы рецепт бойынша жасап көрдім. Міндетті түрде оларды да қарап, кәдеңізге жаратсаңыздар болады. Мінекей біз балығымыз қызарды, енді осыны айналдырып, келесі бетін пісіріп аламыз. Мен әдемі қызарып пісу үшін осылай айналдыра отырып пісіремін. Яғни осылай бір пісіріп алсам, келесі жағын тағы да айналдырып, осылай тағы да қызартып алатын боламын. Орташа отта әп-әдемі болып пісетін болады. Сіздерге де осы әдіспен пісіруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Барлық балықтарымызды осы реттілікті сақтай отырып пісіріп аламыз. Достар, егер менің видеом ұнап жатырған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де өздеріңіздің достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар осындай дәмді керемет рецептпен. Мінекей осылай айналдыра отырып, балықтарымызды пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді, хрустящий, жаңағы өте жұмсақ, әдемі болып пісіп шығатын болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Сондай жұмсақ, өте нәзік, аузыңызда еритін бұл рецепті сіз де кәдеңізге жаратып көріңіздер. Сіздермен болған Замира, келесі кездескенше сау болыңыздар.